Қайырлы күн, мен Дулатова, Көкшетау қаласы Абай атындағы мамандандырылған облыстық мектеп-интернатының 11-ші сынып оқушысымын. Олай болса, бұл номинациядағы менің тақырыбым отбасы құндылығы, ұлт қазынасы. Менің мақсаттарым қандай? Тәрбие тал бесіктен ұстана отырып, ұлттық құндылықтар мен отбасылық құндылықтардың арасындағы байланысты анықтай отырып, оның бала өміріндегі рөлін насихаттап, сіздерге жеткізу болып табылады. Жұмыс өзектілігі. Неліктен дәл осы отбасылық құндылықтар ұлт қазынасы ретінде қарастырылады? Себебі бүгінгі күндегі басты проблемалардың бірі бұл адамдардың рухани адамгершілік тұрғыдағы ашығуы. Ал дәл осы отбасылық құндылықтар арқылы біз оның алдын ала аламыз. Ендігі кезекте жалпы отбасы құндылығы дегеніміз не? Отбасы құндылығы бұл әр отбасыда қалыптасқан белгілі бір салт дәстүр іспетті адамдардың әрекеттері, олардың қастерлейтін бір бағалайтын заттары да болуы мүмкін. Сол себептен ең алдымен мен өз отбасының құндылықтарынан бастағым келеді. Біздің отбасымыздағы ең алғашқы құндылық бұл төрінде бесік тұрса, төреде басы еді демекші, бесіктің қадір қасиетін ұстануымыз. Екіншіден бұл жеті атасын білмеген жетесіз, яғни бізге шежіремізді, ата-бабамызды, тарихымызды жаттаттырып отырып, соны насихаттау. Үшіншісі бұл сыйласаң сыйлы боласың. Әр отбасыда болу керек құндылықтардың бірі дәл осы сыйластық дегім келеді. Және де келесі әрқайсысына тоқталатын болсақ, біріншіден бұл төрінде бесік тұрса, төреде басы еді. Неліктен бесікті біздің отбасымызда қастерлейді? Себебі біздің отбасымызда 60 жылдық тарихы бар. Біздің отбасы үшін өте сыйлы көне бесік бар. Ол бесікте үйіміздің әрбір баласы жатып шығып, қандай нәрселерді өзіне алды. Бұл ең алдымен тазалық, денсаулық, қолайлық пен тыныштық. Елімізде де ата-бабамыз былай айтып кеткен болатын, ел болам десем бесігіңді түзе демекші. Ең алдымен тәрбие де тал бесіктен басталды. Сол себептен біз бесіктің қадір қасиетін ұстанып, сол арқылы ананың ақ сүтімен, ананың әлдиімен өзімізге ұлттық құндылықтарымызды дәріптей аламыз. Екіншіден, бұл бізде жеті атасын білмеген жетесіз. Неліктен қазақ халқында жеті атаға, жеті санына көп мән берген? Себебі бұның шынымен де қадір қасиеті болған. Және де бүгінгі күні сол қадір қасиетімізді, бір ұлттық құндылығымызды жоғалтып алмау үшін отбасының өзінде сондай нәрселерді ұстануымыз керек. Дәлел ретінде мен осы екі кітапты ұсынғым келеді. Бұл менің атам жазған тұғырлы тұлға, яғни біздің аталарымыздың тарихы жазылған кішігірім кітапша, және де қасиетті ақ орда. Сол елді мекеннің тарихы мен артында барлық рудың шежіресі бар. Және де бұл қағаз, былайша айтқанда, отбасымызда біз өзіміз осы қағаз арқылы жеті атамызды жаттадық. Және де бұл 15 жыл болған қағаз, және де осының қадір қасиетін ұғыну арқылы біз әрі қартай ұрпағымызды жалғастыра аламыз дегім келеді. Келесі бұл сыйласаң сыйлы боласың. Әр отбасында үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нәрсе бар. Әр отбасында бір-біріне деген сыйластықпен сондай ұғымдар қалыптасқаннан кейін отбасылық құндылықтар да жойылмайды дегім келеді. Осы жөнінде қандай балаға әсерін келтіретін болсақ, бұл осы көріп отырғандарыңыз, біріншіден отбасы құндылықтар бар болған жағдайда қандай әсер етеді, және де болмаған жағдайда қалай әсер етеді. Және де бұның маған әсеріне тоқталатын болсақ, бұл менің белгілі бір жетістіктерге жетуіме алып келді. Екіншіден, мектептегі белсенділігіме алып келді. Барлығы отбасыдан басталады демекші, мектептегі біздің өміріміз, қоршаған ортаға өзімізді қалай көрсететініміз барлығы соған байланысты. және де жақсы қарым-қатынас бұл тек қана бір белгілі адаммен емес, сонымен қатар қоршаған ортамен, сыныптастармен, мектептегі оқушылармен, көшедегі адамдармен барлығымен жақсы қарым-қатынаста болу тікелей отбасылық құндылықтарға байланысты деген келеді. Келесі біз практикалық жұмысқа тоқталатын болсақ, ең алдымен мен сауалнама жүргізген болатынмын. Сауалнама нәтижелерін осыдан көруге болады. Себебі сауалнама нәтижесі бойынша ұлтымыздың болашағы үшін ең алдымен де отбасылық құндылықтар әрине керек. Және де оқушылар қандай құндылықтар қажет екендігін біртіндеп жазып өткен болатын. Екіншіден, тәрбие сағаттары өткізілді дәл осы тақырыпта, осы жоба барысында. Және де дөңгелек үстелдер арқылы біз үгіт насихат жүргізіп, өз ойымызбен бөліскен болатынбыз. Үшіншісі, бұл көшедегі адамдардан сұхбат алынған болатын. Олардың сұрақ мынандай болды: ұлттық бірегейлігімізді сақтау үшін отбасылық құндылықтар маңызды ма? Және де қандай отбасылық құндылықтар маңызды деген кезде көбі үлкенді сыйлау керек, бірін-бірімізді түсіну керек, бірін-бірімізді жақсы көріп тыңдау керек деген болатын. Және де шығармашылық жұмыс ретінде біздің ата-аналарымыздың мектептегі іс-шараларға қатысу, яғни бала, отбасы, ата-ана, мектеп арасындағы сабақтастық. Келесі, отбасы тәрбие сағаттарындағы қыздардың суреттерін көруге болады. Және де эсселар нақты бар эсселарды оқушылар жазып бізге табыстаған болатын, отбасы құндылықтары деген. Және де келесіден қандай ұсыныстар ұсына аламын. Бұл біріншіден осы көріп отырғандарыңыз, бұл бізге жаңарту керек немесе енгізу керек нәрсе. Және де отбасы ұлт негізі сайтын өнімін шығарған болатынбыз. Осы QR арқылы оған өтуге болады. Оның ішінде не бар бізде? Отбасы құндылықтар туралы жалпы ұғым, қазақтың төл шежіресі, сілтеме арқылы нақты шежіреге де өтуге болады. Шежіре деген не деген жауап? Мақал мәтелдер мен салт дәстүрлер ұмытылып бара жатқан. Және де соңғысы бұл бесікке білу. Өз жолында бесікті негізге алғаннан кейін
дәл осы бесіктің мәселесін, бесікке бөлеудің әдісін ұсынған сілтемеге, видеоға сілтеме бар. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйініне тоқталатын болсақ, әке шеше бүлдіршіннің қос қанаты. Сол қанатта өсуде жастар әлі жанұя құдіреттінің құдіреттісі отан да осы жерден басталады деген келеді.